Здравствуйте, ребята! Урок номер 8. Рыбные истории. Балық туралы әңгіме. Ты научишься выразительно читать диалог и использовать речи местоимения. Сен мәнерлеп оқуды үйренесің және есімдік қолданасың. Упражнение 1. Чтение диалога по ролям. Диалогты рөлге бөліп оқимыз. Алло, привет, Дамир, это я, Санат. Что ты будешь делать в субботу? Привет, Санат, я пойду с папой на рыбалку. А что ты будешь делать? Не знаю. Может, мы вместе пойдем на рыбалку? Хорошо. Давай еще позовем Юру. Он болеет. Жаль. Может быть, позовем Данагуль? Она к бабушке поедет. Ну, тогда я, ты и мой папа пойдем. Хорошо, согласен. Диалогты рөлге бөліп оқимыз. Алло, сәлем, Дамир, бұл мен Санат. Сен бүгін не істейсің? Сәлем, Санат, мен әкеммен балық аулауға барам. Ал сен не істейсің? Мен білмеймін. Мүмкін бірге балық аулауға барармыз. Жақсы, онда Юраны да шақырып алайық. Ол ауырып жатыр. Өкінішті. Мүмкін Данагүлді шақырып алармыз. Ол әжесіне барады. Онда сен, мен, әкем үшеуміз барамыз. Жарайды, келістік. О чем хотел узнать Санат, как он об этом спросил? Санат не туралы білгісі келді және ол қалай сұрады. Что ответил Дамир и о чем он спросил Саната? Дамир не деп жауап берді. Және Санаттан не туралы сұрады. О чем еще спросил Санат, что отвечал Дамир? Санат тағы не туралы сұрады, және Дамир не деп жауап берді. Выпиши из текста выделенные слова. Қарамен жазылған сөздерді дәптерге жазып аламыз. Первое лицо диалога – Санат. Вспомни, с чего он начал разговор. Диалогтың бірінші жағы ол Санат, және ол әңгімені неден бастады, есіңе түсір. Тот, кто начинает разговор, называет себя «я». Это первое лицо диалога. Әңгімені кім бастайды, сол өзін мен деп атайды. Және ол диалогтың бірінші жағы. Кто был вторым лицом диалога? Как его назвал Санат? Диалогтың екінші жағы кім болды? Санат оны қалай атады? На второго участника диалога указывает местоимение «ты». Диалогтың екінші қатысушысы немесе екінші жағын сен деп аталатын есімдік көрсетеді. О ком еще они говорили, какие использовали слова? Олар тағы кім туралы айтты және қандай сөздер қолданды? Санат и Дамир говорили о Юре и Данагуль, которые не участвовали в диалоге, то есть о третьих лицах диалога. Он, она. Санат пен Дамир Юра мен Данагуль туралы айтты. Яғни диалогқа қатыспаған адамдар туралы айтты. Ол диалогтың үшінші жағы болып саналады. Диалогтың үшінші жағы ол деген есімдік. Упражнение 2. Послушай. Первая рыбка. Юра жил в большой дружной семье. Один раз семья поехала на рыбалку. Много рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже поймал одну рыбку, ерша, и тоже отдал бабушке для ухи. Сварила бабушка уху, вся семья уселась вокруг котелка и давай уху нахваливать. Оттого наша уха вкусная, что Юра большого ерша поймал. Потому наша уха наваристая, что ерш жирный. А Юра хоть и маленький был, понимал, что взрослые шутят. Большой ли навар от маленького ершика? Но он все равно радовался. Радовался, потому что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка. Тыңдаймыз, яғни алғашқы балық. Юра үлкен және тату отбасында тұрды. Бір күні отбасы балық аулауға шықты. Көп балық ұстап, оны барлығы әжесіне берді. Юра да бір балықты ұстап, яғни таутан балығын ұстап, ол да әжесіне берді. Әжесі балықтың сорпасын пісірді. Барлық отбасы қазанның айналасына жиналды. Және барлығы балықтың сорпасын мақтай бастады. Біздің сорпамыз сондай дәмді болды. Себебі Юра үлкен таутан балығын ұстап алды. Сол себепті біздің сорпамыз қою әрі майлы болды деп мақтап отыр. Юра кішкентай болса да үлкендердің қалжыңын түсінді. Бірақ ол бәрібір қуанды. Себебі оның қазанның ішінде, балық сорпасының ішінде Юраның да ұстап алған балығы болатын. Сол себепті ол да қуанды. Выбери вопросы, ответь. Сұрақтарды
таңдап жауап береміз. Кто герой этого рассказа? Скажи, в какой семье жил Юра? Бұл әңгіменің басты кейіпкері кім? Және Юра қандай отбасында өсті? Расскажи по порядку, куда поехала семья и что она там делала. Рет-ретімен айтып бер. Отбасы қайда барды және не істеді? О чем шутили взрослые? Чему радовался Юра? Үлкендер не туралы қалжыңдады және Юра не үшін қуанды? Как ты относишься к шуткам друзей и взрослых? Үлкендер мен достардың әзіліне, қалжыңына қалай қарайсың? Сұраққа жауап бер. Запомни. Я, мы, ты, вы, он, она, они, оно, они – это местоимение. Местоимение – это часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Есіңе сақта. Мен, біз, сен, сендер, ол, олар. Яғни бұлар есімдіктер. Есімдіктер дегеніміз сөз табына жатады. Затты нұсқайды, бірақ атын атамайды. Есімдік дегеніміз сөз табы, яғни затты нұсқайды, бірақ атын атамайды. Упражнение 3. Продолжи строку. Подбери подходящие слова предметы, запиши в тетрадь. Әр жолда жазылған сөздерді жалғастырамыз, және қажетті сөздерді таңдап, дәптерге жазамыз. Используй подсказку. Көмекші сөздерді қолданамыз. Она, бабушка, рыбка, семья, уха, рыбалка. Он, Юра, ёрш, котелок, взрослый. Оно, озеро, облако. Ол, әжесі, балық, отбасы, балық сорпасы және балық аулау. Ол, Юра, таутан балығы, қазан, үлкендер, және ол, көл және бұлттар. Упражнение 4. Дополни предложение. Сөйлемді жалғастыр. Запиши их в тетрадь. Дәптерге жаз. Юра жил в большой и дружной семье. Юра үлкен және тату отбасында тұрды. Один раз семья поехала на рыбалку. Бір күні отбасы балық аулауға шықты. Юра тоже поймал одну рыбу. Юрада бір балық ұстады. Сварила бабушка уха. Әжесі балық сорпасын қайнатты. В большой семейной ухе была его маленькая рыбка. Үлкен отбасылық балық сорпасында оның де кішкентай балығы болатын. Поставь вопросы к выделенным словам. Что обозначает выделенные слова? Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоямыз. Большой, дружный. Какой? Большой, дружный. Поехала. Что сделала? Поехала. Поймал. Что сделал? Поймал. Бабушка. Кто? Бабушка. Большой семейный. Какой? Большой семейный. Маленькая. Какая? Маленькая. Большой, дружный. Эти слова означают признак предмета. Бұл сөздер заттың сынын білдіретін сөздер. Поехала. Что сделала? Поехала. Это слово означает действие. Бұл сөз іс-қимылды білдіреді. Поймал. Что сделал? Поймал. Это слово тоже означает действие. Бұл сөзді іс-қимылды білдіреді. Бабушка. Кто бабушка? Это слово означает предмет, то есть отвечает на вопрос кто. Яғни әже деген сөз бұл заттың атауын білдіреді, кім деген сұраққа жауап береді. Большой семейный. Какой? Большой семейный. Это словосочетание означает признак предмета. Бұл сөз тіркесі заттың сынын білдіреді. Маленькая. Какая? Маленькая. Это слово означает признак предмета. Бұл сөз қандай деген сұраққа жауап береді, заттың сынын білдіреді. Упражнение 5. Проверь себя. Өзіңді тексеріп көр. Убери лишнее слово. Артық сөзді алып тастаймыз. Я, оно, на, ты. Лишнее слово на. Но, она, они, оно. Лишнее слово но. Я, Яна, ты, вы. Лишнее слово Яна. Артық сөздерді алып тастаймыз.
яғни бірінші қатарда артық сөз на, екінші қатардағы артық сөз но, үшінші қатардағы артық сөз яна. Работа в парах. Жұптық жұмыс. Найди в тексте задание 2. Ответы на вопросы. Запиши. Екінші тапсырма бойынша сұрақтарға жауап беріп жазамыз. Кто сварил уху? Балық сорпасын кім пісірді? Бабушка. Әжесі. Кто поймал одну рыбку? Кім бір балық ұстап алды? Одну рыбку поймал Юра. Бір балықты Юра ұстап алды. Упражнение 7. Отгадай загадку. Жұмбақтың шешімін тап. За какое местоимение можно спрятать букву Ц, чтобы получилось животное из породы грызунов? Қандай есімдіктің артына Ц әрпін тығуға болады, жасыруға болады? Яғни, кеміргіштер қатарына шығатын жануар шығу үшін. Это местоимение я. Ответ загадки заяц. Бұл есімдік, мен деп аталатын есімдік, және жұмбақтың жауабы қоян. Урок окончен. До свидания.